Бүгін сәрсенбі атамекен бизнес арнасының жаңалықтар қызметі тікелей эфирде өз жұмысын жалғастырады. Назарларыңызда ақпараттық сараптамалық түскі формат бағдарламасы сіздермен бірге болатын. Мен Айжан Ильясқызы, армысыздар. Мемлекет мектептерді қаржыландыруды шектемек. Бәрін емес, жеке меншік білім ордаларына бөлінетін қаржыны қысқартады. Бүгінде Қазақстанда 800-ге жуық жеке мектеп бар десек, солардың 93% мемлекеттік қолдауға ие. Осы бағытта республикалық бюджеттен 465 миллиард теңге бөлінген. Биылдың өзінде жеке меншік мектептерге 134 миллиард теңге қарастырылған. Бір балаға бюджеттен 695 мың теңге жұмсалады екен. Енді оқу ағарту министрлігі жан басына шаққандағы қаржыландыру әдістемесіне өзгеріс енгізіп, 2026 жылдан бастап жеке меншік мектептерге бөлінетін қаржыны шектемек. Нақтысы, оқу ақысы жылына 2,5 миллион теңгеден асатын білім ордалары мемлекеттік қолдаудан қағылады. Бұл шамамен еліміздегі 100-ге жуық жеке мектеп. Жылдық төлемі белгіленген шектен аспайтындарын қаржыландыру жалғасады. Ведомство бұл әлеуметтік әділдік үшін қажет реформа дейді. Екінші тарап болса, жаңа ереже білім сапасына кері әсер етеді деп қауіптенеді. Оқу ақысы қымбаттап, жеке меншік мектептер жабылып, ата-аналар балаларды мемлекеттік мектепке ауыстыруға мәжбүр боламыз дейді. Салдарынан онсыз да орын жетпей жатқанда 3-4 ауысымды қайтаруға тура келеді. Сонымен бұл шешім білім саласына қалай әсер етеді? Білім сапасын арттыра ма, әлде ата-аналардың қалтасына салмақ сала ма? Жеке меншік білім беру нарығы тығырыққа тірелмей ме? Түскі форматта осы сұрақтарға сала сарапшылармен жауап іздейміз. Сіздер қалай ойлайсыздар? Бүгінгі басты тақырыбымыз жеке мектептерді қаржыландыруды шектеу, әлеуметтік әділдік пе, білім жүйесін шектеу ме? Қымбатты көрермендер, бұл сұраққа сіздер де жауап бере аласыздар. Әдеттегідей, экранда берілген QR-кодты камерамен сканерлесеңіздер, біздің телеграм каналымызға өтуге болады. Бүгінгі күн сауалы импорттық, бұл жерде сәл қателесіп кеткен екен, жеке меншік мектептерді қазынадан қаржыландыруды шектеу қажет пе? Қазірде дауыс беріп белсенділік танытып жатқан көрермендеріміз бар. Олардың 58% мемлекеттік қаржы тек көпшілікке қолжетімді білімге жұмсалу керек десе, 30% жоқ, сапалы білім беріп отырған мектептерді қолдауға жетепті. Тағы да 12% ішінара төлемақысы төмен, білім сапасы жоғарыларын ғана қаржыландыруға болады деген. Қымбатты көрермендер, бұл нұсқалармен келіспесеңіздер, айтар ой пікірлеріңіз болса, хабарласыңыздар. Байланыс нөміріміз экранда көрсетілген 8700 940 40. Белсенділік таныта отырыңыздар. Ұсыныстарыңызды эфир барысында оқып өтуге тырысамын. Ал сұрақтарыңызға жауапты студияға келген сала мамандарынан аламыз деген ойдамын. Таныс болыңыздар, студиямызға келген меймандарымыз бар. Сәйкен Айсин, заңгер, білім беру құқығы саласындағы маман, қош келдіңіз. Аятжан Ахметжан, ұлттық мектептер жобасы жетекшісі, Қазбілім групп компаниясы басқарма төрағасы. Амансыз ба? Және Ақмарал Маманқұл, ата-ана. Сәлеметсіздер ме? Арнамызға уақыт тауып келгендеріңізге алдын ала алғысымды білдірем. Сондай-ақ скайп байланысқа шығатында мамандарымыз бар, оларды сәлден соң таныстырам. Ең алдымен мына деректерге мән беріп зер салсақ. Оқу ағарту министрлігінің дерегінше елімізде соңғы жылдары жеке меншік мектептердің үлесі артып келе жатыр. Нақты санға қарайтын болсақ, 2022 жылы 527 мектеп болса, 2023 жылы 616-ға артқан. 2024 жылы 735-ке жеткен. Білуімше, қазіргі кезде 800-дің айналасында. Енді осы мектептер ашылғаннан кейін орын тапшылығы өзгерді ме деген сұраққа жауап іздеген біз. 2022 жылы 270 мың орын тапшылығы болса, 2023 жылда өзгермеген 270 мың, ал 2024 жылы 260 мыңға азайған. Сондай-ақ 3 ауысымды мектептер саны да азайған. Мәселен, 2022 жылы 139 болса, 2023 жылы 143-ке артқан, және 2024 жылы 64-ке азайған. Енді бұл ақпараттық графика қарап, жалпы нені аңғаруға болады. Аятжан мырза, сіздің ойыңызша, қазіргі кезде елімізде ашылып жатқан жеке мектептер санының артуы еліміздегі білім саласындағы 3 ауысымды, 2 ауысымды сияқты мәселелерді шеше алды ма? Бірінші, 3 ауысымды мектептердің саны ресми санақ, ресми статистика 3-4 болады дейді ғой.
Үшіншісі статистика деп айтады ғой, өтіріктің. Сондықтан статистиканың біріншіден қате екендігін нақты айтқым келеді. Себебі мынандай мектептер бар, мысалы, мектеп 1200 балаға арналған, яғни 2 ауысымда 2400 бала, бірақ мектепте 2800 бала оқиды. Бірақ ол мектеп ешқашан 3 ауысымның тізіміне кірмейді. Өйткені сыныптағы баланың санын 30-ға 35-ке созады да 2 ауысымды тізімде. Сондықтан мына егер мысалы нақты, яғни бағанағы 1200 балалық мектеп 2 ауысымда 2400 бала, 2400-ден асса оны 3 ауысымды деп санайтын болса, мына сан кемінде 500 болады. Дәл қазіргі таңда. Егер білім нормасына салсақ, білім заңына салсақ, 24-тен асқан кезде, қалалық жерде 24, ауылдық жерде 20 баладан асса, сынып бөліну керек. Ал бір сыныпта 30-35 бала оқитыны ешкімге қалалық жерде жасырын емес. Сондықтан мына статистикалар біріншіден жалған екенін айтқым келеді. Екіншіден, жекеменшік мектептер, бүгінгі таңдағы жекеменшік мектептер білім саласына өте үлкен әсер етті. Бағана орын тапшылық мәселесі бар, екіншісі сапа мәселесі бар, үшіншісі бәсеке мәселесі бар. Бұл бүгінгі таңда шынайы, егер әділетті қарайтын болсақ, жекеменшік мектептердің көбеюі орта білім саласына оң әсер еткендігінің анық дәлелдеріне 90 мысал табуға болады. Енді егер оң әсер етіп жатқанын білсек, онда неге білім және оқу ағарту министрлігі қаржыны шектеу талаптарын өзгертіп жатыр? Бұл жеке білімге мемлекеттік жалпы қолдау қажет пе өзі? Жеке білімге мемлекеттік қолдау қажет. Бұл жерде мынандай нәрсе бар. Бағанағы бір балаға бөлінетін 650 мың теңгенің айналасында қаржы, ол бала конституциялық құқы ғой. Бала қайдан білім алады? Өзі таңдайды. Ол ақша баламен бірге жүру керек. Ол қайда барса да. Ол мемлекеттен туғаннан кейін ол балаға бөлінген ақша ғой. Ол мемлекетке бара ма? Жекеге бара ма? Ол ақша баламен бірге жүру керек. Егер ол ақшаны біз қысып тастасақ, жекеге барған үшін, ол ақша сонда баланың конституциялық құқы қайда? Егер өзімен бірге біз орта білімге ал ары қарай 649 мың теңгеден өрге қарай ата-ана төлеп оқыта ма? Тегін оқыта ма? Таңдау ата-анада болу керек. Ал қаржы баламен бірге жүру керек. Бірақ көп ата-ана бұны біле бермейді. Мысалы, Ақмарал ханым, сіз осындай қаржыландыру жалпы жеке әр балаға қарастырылғанын білесіз бе? Жоқ, білмейді екем. Қазір бірінші рет естіп отырмын. Жалпы жеке мектептерді мемлекет қаржыландыратын туралы ақпаратты білесіз бе? Оны да білмейді екемін, бірақ дегенмен менің өзімнің субъективті ойымды айта өтейін. Тәжірибесі бар ата-ана ретінде жекеменшік мектепте менің алғашқы 2 ұлым 2 жыл оқыды. Ол бастауыш сыныпта. Бастауыш сыныпта 2 жыл оқыды. Ата-анаға қолайлы жері бізде жұмыстан өздеріңіз білесіздер, таңертең апарып тастап, кешке алып келетіні сол жағы ыңғайлы болды. Шыны керек, көбіне біз білім жағына қарай назар аударған жоқпыз. Біз тек 90-дық мынау жиынтық бақылаулардан 90-дық бағаларын көріп, көңіліміз тоқ болды. Одан біз мына қаржы мәселесін ойлай келе, отбасылық неде, қайтадан мемлекеттік мектепке ауыстыруды жөн көрдік, ақылдаса келе. Себебі 2 жыл жекеменшік мектепте бала олимпиадаға қатысқан жоқ, бір кереметтей білім сапасындағы іс-шараларға қатысқан жоқ. Одан бізде сұрақ туындады, бірінші мәселе, екінші мәселе, сонша ақшаны төлеп отырғаннан кейін баланың біз жетістігін көре алмадық ол жерде. Одан біз мемлекеттік мектепке қайтадан ауыстырып алып келгенде ең бір қызығы, бала мемлекеттік мектептің емтиханынан өте алмай қалды. Білімнің сапасының төмендеп кеткені соншалықты. Енді қаржыға келетін сұрақты қойып отырсыз ғой. Енді сарапшы ретінде мен бұл мәселені нақты білмеймін, мен сарапшы емеспін, бірақ мен ойлаймын, жеке меншік мектептер салынған кезде мемлекеттің тарапынан мынау жер мәселесі беруі, одан кейін мынау налогтан, шығындардан, ол жағынан төлемеу жағын барлығын мемлекет онсыз да қарастырып жатқан шығар. Бірақ қаржылай жағынан неге ол тағы да көмек беру керек? Ата-ана аз төлеп тұрған жоқ ай сайын. Әр баласына біз мысалы мәселен ең қымбат сол уақытта жекеменшіктің мектептерінің ішінде барғанда біз сұрастырып салыстырмалы түрде қымбатына да берген жоқпыз біз. Орта баға төлейтін мектептерге бердік, соның өзінде біздің қалтамызды қақты.
жасыратыны жоқ. Сөзіңізге нақты дәлел болсыншы, бізде арнайы осы еліміздегі ең қымбат және ең арзан деген мектептердің ақысын қарастырып, зерттеу жасап, арнайы ақпараттық графика дайындадық. Төлем бойынша бастапқы орында әрине жеке меншік танымал мектептер тұр. Мысалы қарайтын болсақ, жеке меншік мектептердің ақысы 961 мың теңгеден басталады екен. Бұл жылдық оқу ақысы. Және ең қымбаты 13 миллион теңгеге дейін жетеді. Бұл баға өзі қайдан қалыптасады, және расымен ата-аналар осы қалтасынан ақшаны шығарып төлегеннен кейін мемлекеттік қолдаудың бар жоғын біле ме? Қалай бұл жерде мынандай нәрсе, мемлекеттің бұған дейін де қойып берген мөлшері бар. Яғни 1200 МРП-дан асқан мектепке мемлекет көмектеспейді. Яғни 1200 МРП бұған дейін. Қазір сіз айтып отырсыз ғой, 2,5 миллионға деп, яғни қазір 500 МРП-ға түсіріп жатыр. Соны 1200 МРП дегеніміз қазіргі жаңылмасам 4 миллион 300 мың теңге шамасында. Яғни мына мектептердің бәрі 4 миллион 300 мың теңгеден көбі қымбат мектептер, бұларға мемлекет көмектеспейді. Бірінші. Екіншіден, бағандағы Ақмарал ханымның айтуына байланысты, мемлекет жері берсе, налогтан босатса деп отыр ғой, ол екі ақпаратта жалған екенін айтқым келеді. Біріншіден, мысалы мен 9 мектептің иесі ретінде үкіметтен мектеп салуға да, мектеп ашуға да, жерде, ғимаратта ешқандай көмек көргенім емес. Салықтық жеңілдік ше? Салықтық жеңілдік, мысалы, ендес жоқ, бірақ сен ол жерде білім беру мекемесі болғанда сен қызметкер істетесің ғой. Ең көп салық ол жерде қызметкердің салығы, яғни сіздің өзіңіздің жалақыңыздан ұсталатын салықтар болады қызметкер ретінде, ал компанияның қызметкерге төлейтін салықтар болады. Мысалы, қазір 10% зейнетақы сізден ұсталатын болса, компания өзіне 5% қосып зейнетақы тағы төлейді. Мысалы, өзіңізден 3,5% мәміс ұсталатын болса, компания 1,5% мәміс тағы төлейді. Оның сыртында әлеуметтік салық болады, басқа да салықтар болады. Ол салықтар ешқандай босатылған емес. Сондықтан оны да ашып айтқан дұрыс. Яғни жеке меншік мектептерге арнайы айтарлықтай қолдау жоқ дейсіз ғой мемлекет? Иә, жалғыз қолдау бар. Бұл оқитын баланың санына берілген жамбасынды қаржыландыру, жалғыз қолдау. Өйткені, мысалы, мен жекеменшік мектептің иесі ретінде айына 25 миллионға жуық салық төлеймін. Айына. Айына 25 миллион теңге. Ол аз ақша емес. Ал мемлекеттен қанша аласыз? Жамбасына шаққандағы? Мемлекеттен әр балаға 650 мың теңгенің шамасында, енді ол сыныбына байланысты әртүрлі, мысалы, бастауышқа 540 мың теңге, орта буынға 590 мыңнан, ең қымбаты 720 мың теңге деген сияқты, ол балалардың алатын немесіне байланысты. Ал енді сіз ойлаңыз, 25 миллион салық төлейтін адам қанша адамды жұмыспен қамтиды? Мысалы, менің қолымда 420 адам қызмет істейді. 420 қызметкер. Оның жалақысын мемлекет төлеп отырған жоқ, мен төлеп отырмын. Яғни, бағанағы, мысалы, үкіметтің беретіні 9 ай, қаржыландыруды мемлекеттік мектеп сияқты 12 ай бермейді, 9 ай береді. Бағанағы қаржыны 9 айға бөліп береді. Енді қалған 3 ай, сен бәрібір жалақы төлейсің. 12 ай, сіз мысалы 9 ай сезондық іштемес демейсіз ғой. Сондықтан отпускысы бар, оздоровительный бар, мысалы үкімет сенің коммуналыңа ешкім көмектеспейді. Сондықтан бұл жерде жалғыз жекеменшік мектептерге, ол жекеменшік мектептерді қолдау емес, ол баланың конституциялық құқы, айтып отырмын ғой. Иә, мен де сол құқық туралы заңгерден сұрамақшы едім. Өйткені қайда оқиды, өзі шешсін, мемлекет ол жерде жекеменшік мектептерді қолдау деп түсінбеу керек. Мектеп баланы қолдау, баланың туылғандағы құқына бөлініп жатқан ақша. Ол балаға бөлініп жатқан ақша. Мысалы, қазір мынандай бар да, мемлекетте 4 миллион оқушы бар. 4 миллион оқушыға кітап басып шығаруға баспаларға ақша төлейді. Ал жекеменшік мектептер өзі сатып алады. Сонда жекеменшік мектептерде оқып жатқан 250 мың теңгенің, 250 мың оқушының кітабының ақшасы қайда кетті? Осыған сұрап ойланып көріңіздерші, мысалы. 250 мың бала үшін мемлекет бюджет бөліп қойды, өйткені мемлекет 4 миллион балаға бөліп қойды, жекеменшік мектептер кітапты оқулықты, баланың оқулығын біз сатып алып отырмыз, мысалы. Ал ол оқулыққа кеткен ақша қайда кетті? Ертең тура сондай жағдай. Мемлекет 4 миллион балаға бөлді бюджет, туған кездегі 4 миллион оқушыға бюджет бөліп отыр, жекеменшіктегілерге ол ақша берілмейді. Сонда ол ақша қайда кетеді?
Иә, Ақмарал ханым. Сонда менде осындай сұрақ туындайды осы жерде. Мысалы, ата-ананың қаражатын біз мектепке төлеп отырық балаға, бала санына, иә. Сіз қазір мынау мемлекет тарапынан беріліп отырған қаражатпен кітаптың баспасына сіз өзіңіздің қалтаңыздан шығарасыз. Ол жалпы сіздер енді бұл жерде есептік бөлім бар. Сіздерде әрине ол бүкіл неде бар ғой. Енді осы жерде осындай сұрақ туындайды. Мұғалімдердің жалақысын кім төлейді? Өзіміз төлейміз. Сіздер өздеріңіз оған да көмек жоқ па? Жоқ, көмек жоқ. Мемлекет тарапынан? Көмек жоқ. Ал сіздер енді білім сапасына келетін болсақ, мұғалімдерді сіздер қандай форматта, қандай жүйемен, қандай аттестациялық мынау бір мемлекеттік мектептерде болып жатады ғой, мұғалімнің әр санатын жоғарылату үшін, білім санатын жоғарылату. Сіздерде ол жақ қарастырылған ба? Одан сіздерге қаражатты мемлекет төлемейтін болса, жалақыларын мұғалімдердің, олардың қандай құқығы бар оның білім сапасын тексеруге мұғалімдердің? Енді қараңыз, мемлекет лицензиялау барысын жүргізеді. Лицензиялау мемлекеттік мектепке де, жекеменшік мектепке де бірдей қойылған. Яғни сізде 35% категориялы мұғалім болу керек кемінде деген сияқты талаптар міндетті түрде қойылған. Міндетті түрде дипломы сәйкес болу керек, 35% категориялы болу керек. Сонда сіздер сол жүйеге, сол форматқа, сол ережеге, талапқа сай мұғалімдерді солай аласыздар. Міндеттіміз. Жыл сайын мынау 90 сайын аттестациядан өту деген білім ол өтіп отырады, иә? Оны кім тексереді? Білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету мекемесі. Яғни барлық мемлекеттік мектептерді сияқты сіздерге де талап бір тексеріс барлығы. Бір тексеріс бар. Ал бірақ балалардың құқығы қазір шектелгелі жатыр дейсіз. Енді бұл жерде жеке мектептерді мемлекеттік тапсырыстан шектеу. Бір нәрсе айта салайыншы, құрметті ата-ана. Сіздің бағанағы білім сапасына байланысты көрдіңіз. Мен мемлекеттік мектепте де басшы болып көрген адаммын. Жекеменшік мектепте де. Мен бір нәрсені айтқым келеді. Сапа мәселесі меншікпен қарастыруға келмейді. Мен білемін. Жекеменшік мектептердің ішінде де мынандай мектептер бар. Өкінішке орай мынандай мектептер де бар. Мемлекеттік мектептердің ішінде де мынандай мектеп бар. Мынандай мектеп бар. Бұл сапа мәселесі 100% менеджментке байланысты дүние. Басыншы рет демекші, негізі басшыға да байланысты. Одан кейін сіз қолыңызға қандай кадрды алып отырсыз? Мысалы, сіздің балаңыз, енді сізді мен танимын ғой, мысалы, сіздің балаңыз жекеменшік мектептен білімі төмендеді, мемлекеттік мектепке барғанда білімі жетіспейді, сол кезде маған алып келдіңіз. Мысалы, оқыттық, көтердік, білімін көтердік, біз жібердік, мысалы. Сізге сағатына ақшасын төлеп отырып, күніне 3 сағатқа біз білімін жетілдіру арқылы, ол кезде сіздің қосымша мектебіңіз болады. Білім беру орталығы. Қосымшаға да бірақ қосымша ақы төленеді ғой ол үшін. Ол жерде мынандай мәселе ата-ана тарапынан. Ол жерде мынандай мәселе төленеді, бірақ олар қысқа мерзімде ғой. Мысалы, күніне 3 сағатқа барады. Ол жерде ата-ана біз уақытты игеру арқылы баланың білім сапасын мүмкіндігін тексере аламыз. Сұрақ жауапқа біз өзіміздің жауабымызды ала аламыз. Ал жекеменшік таңертең 8-ден кешкі 6-ға дейін баратын мектептерде мен зардап шеккенім. Ол жерде бізге ыңғайлығы уақыт. Өзіміздің жұмысқа кетеміз, баланы апарып тастаймыз, үй тапсырмасының барлығын орындап, тамағын ішіп, қосымша үйірмелеріне қатысып келеді. Бізде ата-ана еш қамсыз, еш алаңдаусыз. Бұл жерде енді екінші жақты қарайтын болсақ, ата-ана ретінде менің де сол уақытылы жауапкершілікке қолыма алмағандығым. Ол мен өзімнің де қателігім деп ойлаймын. Сондықтан менің айтатыным, жекеменшікте жаңағыдай бүкіл мектептердің барлығын біз бірдей жекеменшіктердің сапасы төмен, мемлекеттік мектептердің сапасы жоғары деп айта алмаймыз. Бұл жерде басшымен беріп отырған кадр мұғалімдерге байланысты. Енді заңдық тұрғыдан алайықшы бұл жерде, Сәкен мырза. Жаңа ғана Аятжан мырза баланың құқығын шектеу деп айтып қалды. Ал енді конституциялық тұрғыдан алатын болсақ, бекітілгені білімге қолжетімді принципіне қайшы келмей ме жаңағы оқу ағарту министрлігінің бастамасы? Оны қосымша айту керек, Біріккен ұлттар ұйымының конвенцияға да екі конвенцияға қайшы келіп тұр. Бірінші ол бала құқықтары туралы және білім беру саласындағы дискриминацияға қарсы күрес туралы. Екі конвенцияға қарсы келіп тұр. Біз Қазақстан мемлекеті оған мойындаған осы конвенцияға. Қазір осы жекеменшік мектептері жабылғаннан кейін біздің қазір мемлекеттік балабақша мектептерде қазір толып тұр. Адам саны өте көп. Қазір содан орын босағаннан кейін олар қайда келеді мемлекеттік саны. Сонда ғана дискриминация басталады. Жалақынан қарағанда, жұмыс орнынан қарағанда, сосын көп нәрселерге қарауға болады. Сондықтан сол үшін осы жағдайда тек сотқа емес, конституциялық сотқа беруіміз керек.
ата-аналар да беруге құқылы, және мектепте, жеке мектептерде беруге болады. Өткені неге десеңіз, өткені екі конвенцияға қайшы келіп тұр, және екі конституция екі бабына қайшы келіп сәйкес емес осы шешім. Бірақ енді оқу ағарту министрлігі бұл бастаманы ұсынған кезде қарсылы, яғни шектеулер бар екен білген шығар. Сіздермен талдау арнайы бір кездесулер ұйымдастырып пікірлеріңіз білген шығар? Жоқ, өкінішке орай, енді қазіргі министрлік, қазіргі оқу ағарту министрлігі, жабық министрлік, өкінішке орай 2 жылдан бері жабылып қалған министрлік, бірақ мен жекелеген тұлғалармен талдау жүргіздім, министрліктегі жекелеген тұлғалармен. Солардың көзқарасы жекеменшік мектептер бетімен кетті деген дүниені айтады да. Жекеменшік мектептер анандай кішкентай жерлерден ашылып алды, айтмайды. Мен айтам, бұл үшін бір жекеменшік мектептердің сапасыздығы үшін, әйтпесе стандартты орындамаған үшін бүкіл жекеменшік мектептерге соққы жасау өздерінің жұмысының сапасыздығы. Яғни лицензияны беретін кім? Олар лицензияны беріп отыр ғой. Онда бермесін. Егер толмаса лицензия бермесін. Лицензия берді ма? Яғни сен лайықсың деп лицензия берді. Содан ары қарай олардың әңгімесі болмау керек негізі. Олар өздері лицензия беріп алып, сендер дұрыс емес істеп жатырсыңдар. Жоқ, онда дұрыс емес болса лицензия берме. Өкінішке орай елімізде мұндай факті болған, жеке меншік мектеп ашылып, ата-аналардан оқу ақысын төлемін жинап алып, бірақ жабылып қалған, ақысын да қайтармаған. Ондай дерек өкінішке бар. Енді дәл осындай білім ордалары расымен лицензияны, рұқсат қағазын қалай алады деген сұрақ туындайды. Лицензия, мен енді лицензия ала алған немесіне, лицензияның басқыштары өте көп. СЕС-тен өтесің, ШЕС-тен өтесің, өрт қауіпсіздігі, немде СЕС өзіңіз білетін, сосын білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету мекемесінің мынандай талабы бар, бүкіл талап. Соның талабының бәрінен өтесің. Өтпесең, мысалы, олар бермейді. Мысалы, мен бір мектептерге, мысалы, жарты жыл, 1 жыл жұмсаған уақыттарым болды. Дайындау үшін, мысалы. Бүкіл талаптарын орындау. Ол жеңіл нәрсе емес. Екіншіден мынандай нәрсе бар да, бұл жерде қазіргі министрліктің жеке көзқарасы, жеке мектептерге деген жеке көзқарасы белден басу форматындағы өтіп кетті, өкінішке орай. Яғни жеке меншік мектептерге өте. Енді осы жерде лицензия алатын кезде кешірім сұрайым, жасыратын жоқ, бәрібір енді ол сізге қатысты нәрсе емес, басқа жаңағы сапасы төмен жаңағы айтып отырсыз ғой, жүйеге талапқа сай емес, кейін көңілі толмайтын мектептердің нәрсесі сыбайлас жемқорлыққа да алып келетін шығар. Көкесі бар, жәкесі барлар өтетін шығар қағазды алып. Мысалы, ашу үшін рұқсат қағаз, лицензиясы керек. Жоқ, былай ғой, лицензияның тысынан тыс, оны прокуратура қадағалайды. Иә, неше түрлі мысалы, прокуратура бүкіл былтыр жекеменшік мектептердің бүкілін тексерді. Мысалы, заң бұзушылықтар анықталды ма? Алсын, заң бұзушылықтар бойынша лицензиясын қайтарып алсын, мысалы. Ондай жағдайлар бар ма біздің елімізде? Бар. Ол жерде, мысалы, бұл жерде мен айттым, мемлекеттік мектеп, жекеменшік мектеп талап бірдей қойсын, ешкім қарсы емес. Қойсын, тексеріс екеуіне бірдей жүрсін, болды. Бұл жерде мынандай нәрсе де қарапайым тұрғыда, мемлекет үшін жекеменшік мектеп мемлекетке үлкен көмек, соны түсіну керек. Мысалы, қараңыз, мемлекеттік мектеп, бір мектепті мемлекет салуға 9,5 миллиардқа дейін ақша жұмсап жатыр. Бір мектепті салуға. Ал соны жеке кәсіпкер салатын болса, мен өзімді мектеп сап көрген адам ретінде айтатын. 1,5-2 миллиардқа салып аласың. Дәл сол мектепті. Осы тақырыпқа айту керек, осы мәселе тек қана орта мектептерде емес, балабақшаларда сондай проблема болып тұр. Оларда жалақы мемлекеттік госзаказды қысқартайын деп тұр. Сіздікідей сияқты. Ондай әлі шешім қабылданған жоқ, нақты талқылап отыр бүгінгі тақырып сияқты. Бірақ қазір өте қауіпті болып тұр. Бұл ваучерлік қаржыландыру ғой? Жоқ, ваучерлік қаржыландыруын басқа мәселе, оны методиканы өзгертейін деп жатыр. Подушок финансирование олардікі 200 нешеде, 601 не дедіңіз ғой, олардікі төмдейін деп жатыр балабақшаларда. Мысалы, былай да, кім жан басына шаққандағы қаржыландыру қысқарайын деп жатыр ол. Былай нәрсе, кәсіпкердің өзінің баға қоюымен біреудің ақшасын тартып алмайды, ата-ананың ақшасын тартып алмайды ешкім. Ата-ана өзі әкеп төлейді. Яғни балаға кәсіпкердің неше қой алуы, неше дүние бер алуы,
ол кәсіпкердің өзінің құқы. Неше баға қояды? Миллион қоя ма? 2 миллион қоя ма? 3 миллион қоя ма? Қойсын. Мемлекеттің бәсекелестікті қорғау агенттіктері бар, оның бағасын бәрін қадағалап отырған. Салық мекемелері бар, жолын қарастырып отырған. Қойсын, өзінің құқы мысалы, өзінің немесі. Мысалы мен айтам, бағанағы мемлекеттің ақшасын біз неге жұмсаймыз? Мектепте 2-3 түрлі дүние ғой, мысалы, мемлекеттік стандартты орындауға жұмсайсың. Мемлекеттің кәдімгі стандарты, мемлекеттік мектеп беретін стандарт. Бірақ біз ата-анадан төлемді не үшін аламыз, қосымша төлемді? Біз ата-анадан қосымша төлемді мемлекеттік стандарттан тыс дүниені беруге. Мысалы, менің мектебімде домбыра деген пән бар, қаржы сауаттылығы деген пән бар, оқу сауаттылығы, математикалық сауаттылық, сандық сипаттама, логика, жазу өнері, біреу мемлекеттік мектепте оқытылмайтын дүниелер мысалы. Кәдімгі пән ретінде. Пән ретінде айлысқа дайындық мысалы. Сіз балаңызды айлысқа дайындыққа апарып не істейсіз ғой? Мысалы, менің өткенде 20 күн бұрын ғана бір оқушым айлыстан 8,5 бал алды. Біздің дайындық. Мысалы, ондай пәндерді ата-ана қосымша білім беру орталығына да ақша төлеп апарып жүрсіздер ғой? Апардық. Мысалы, мен айтам, мемлекеттік мектептің беретін дүниесі, қосымша білім беру орталығының беретін дүниесі. Екеуін қостық, ата-анаға екі жаққа сүйремеді, бір жерден алды. Сапалы емес па? Мемлекет стандартын төлеп отыр, ата-ана қосымшасын төлеп отыр деген сияқты. Бұдан бөлек менде мынандай бір сұрақ туындайды. Жаңа сіз өзіңіздің сөзіңіздің барысында айтып қалдыңыз. Сіз қолыңыздағы жаңа қызметкерлеріңізге, кадрларға мемлекет тарапынан емес, өзіңіз төлейсіз. Ол жаңағыдай ата-ананың беріп отырған ақшасынан үйлестіретін шығарсыздар. Бірінші мәселе, сіз кадрыңыз кетіп қалмау үшін жалақысын дұрыстап беру. Енді мемлекеттік мектепте істеп жүрген мұғалімдерден жалақыларының айырмашылығы бар ма? Бір 7-8% жоғары. 7-8% жоғары. Енді жаңағы мемлекет тарапынан жеке меншікте кейбір жүйеге байланысты кейбір салалардан қысқартылатын болса, қаржы мәселесі, енді осы жерде мынандай бір сұрақ туындайды тағы да. Қаржыландыруды сіз ата-анадан алып отырғаннан кейін, сіз ана жерде процентін сіз қысқартатын шығарсыз кадр бөлімінен. Сізде ақша жетпейді ғой, сізде мемлекет тарапынан. Жалақы қысқартылама деген мәселе. Сосын кейін баяғы секіріп, жеңіл жүйені талап келген, ойланып келген мұғалімдер бар. Жасыратын жоқ, мемлекеттік мектепте істейтін мұғалімдердің жаңағыдай нагрузка дейміз ғой, мына қиыншылығы, өзі мына қағаз басты әлі біз біте алмай отырмыз. Әр жерде қағаз басты тірлік көп. Жекеменшік мектепте олардың уақыттары бос. Оларға жағдай жасалған. Баладан бөлек мұғалімдерге де жағдай жасалған. Асханасынан бастап бүкіл жаңағыдай коворкингі бар, кітапханалары бар, демалып отыратыны бар, әңгіме соғатыны бар, дайындалатыны бар. Оның барлығына мұғалімдерге жағдай жасалған, баладан бөлек. Енді мынандай сұрақ туындайды. Мемлекеттікпен екеуінің жалақысы бірдей болып қалатын кезде сіз кадрларыңыздан айырылып қалмайсыз ба? Мемлекет сол үшін біз 7-8% болса да артық беруге тырысамыз. Сіз енді мына жақтан қысқартылатын болса, мемлекеттің тарапынан. Біз қазір енді қысқартылатын болса бағанағы... Сіз оны барлығы жүйеге салып, сіз есептеткізесіз ғой, есеп бөліміне. Біз мысалы... Сіз жалақыларынан қысқартасыз ғой? Жоқ. Жоқ, или болмаса баланың ақшасын көбейтесіз ба? Көбейтеміз. Ата-анаға салмақ түседі деп отырған дүние осы. Мұнда екі жол бар, бір азайту, жалақыны азайту, немесе сізден ақша көп сұрау. Мен ойлаймын, мына жақтан бір жақтама алатын болсақ, ол дұрыс болмайды деп ойлаймын. Енді мен керемет білім саласындағы сарапшы емеспін, бірақ мен субъективті өзімнің ойымды айтайын ата-ана ретінде. Ата-анаға сіз қалтасына қоятын болсаңыз, ол кейбір жасыратыны жоқ, ата-аналардың кәсіпкерлер, жалақысы мықты ата-аналар бар, оларға ыңғайлы. Беріп қойып, ары қарай оқыта беретін. Одан кейін мектепті ауыстыру ата-ана үшін үлкен стресс, депрессияға түсеміз. Бала үшін. Баланы, енді біз баланы ойламаймыз ғой. Дәл сол моментте бізге қолайлы жерді іздейміз, жасыратыны жоқ. Енді мен ойлаймын, бұл жерде мектеп емес, ата-аналарға айтатын кеңесім, біз мұғалім іздеуіміз керекпіз. Себебі мен ол тәжірибенің бәрінен өттім. Әдемі мектепке де жүгірдім, жаңағыдай мемлекеттің ішінде де беделді мектептерге де жүгірдім. Бірақтан бәрібір оны мен айтып өтпеймін. Мұғалімнің сабақ жүйесінде беріп отырған методикасы қандай, балалармен жеке жұмыстағы қызметіндегі еңбек өтілі қандай. Кейбірде жас мұғалімдер болады, өте жақсы өтеді, баламен тіл табысып кетеді. Кейде кеңес одағынан келе жатқан мықты мамандар қалған. Яғни жеке мектепке қаржыландыруды шектеу, сіз айтып отырған мықты мамандардың
сапасы жұмыс ауыстыруына, сапалы жұмыс іздеп кетуіне жол ашады деп отырсыз ғой. Яғни ата-аналарға да салмақ түседі, ата-аналар мектеп ауыстыруға тура келеді. Бір ғана нәрсе, қазір жекеменшік мектептер, мен енді иесі ретінде айтатыным, 2023 жылы қараша айынан бері қарай жекеменшік мектептердің бағанағы беретін төлемдері уақытылы беріліп келе жатқан жоқ. Мысалы, мен қазір ақпан айына алуға тиісті, наурыз сәуірді айтпай-ақ қойын, ақпан айына алуға тиісті қаражатты әлі алғамын жоқ. Сол үшін, ал енді мен кадрға жалақы төлеуім керек. Қайдан төлеп отырсыз жалақыны? Мен мысалы шыдамағанда, мен биыл жарты қыста астымдағы көлігімді сатып жалақы төледім мысалы. Өйткені кадрдың мүмкіндігін шешіп беруім керек. Бағана кадр кетіп қалмау керек. Өйткені білім сапасы кадр сапасынан биік болмайды. Не себепті бұл мәселе туындады? Өйткені қазіргі оқу ағарту министрлігінің бюджетті жоспарлауының сапасыздығы, ашып айтпай амал жоқ. Содан кейін жоспарлауының сапасыздығы болып төлей алмай қалғаннан кейін оқу ағарту министрлігі төлей алмай қалды ғой. Енді қайтеміз? Давайте қысқартсайық дегенге өтіп отыр. Жоқ, сен жоспарлаған кезде дұрыстап жоспарласай, қаншалық бала келе жатыр. Неге 250 мың бала жекеменшікті таңдап кетіп жатыр мемлекеттік мектептен? Ол министрліктің өзіне қоятын сигналы. Яғни біздің мемлекеттік мектептер бәсекеге қабілетсіз болып жатыр. Сондықтан балаларын ата-ана жекеменшікке кетіп жатыр. Онда біз қаржымен бұны жекеменшіктер жауабымен күрескенше, жауып зорлықпен мына жаққа бар деп күрескенше, біз мемлекеттік мектептің сапасын арттырайық. Ата-ана өздігінен әкелсін деп ойлану керек еді оқу ағарту министрлігі. Жоқ, керісінше. Былай айтқанда болады ғой, бәсекелес 5 ресторан тұрады. Бір ресторанның иесі мемлекет яғни. Өзінің сапасын арттырумен күреспейді, төртеуінің жабумен күреседі. Тура министрліктің тірлігі осыған сайып тұр. Енді оқу ағарту министрлігіне бізде ресми хат жолдап шақырдық, бірақ өкінішке орай бұл жолы да қатыспады. Бірақ біз осы талқылау барысында негізгі мәселелерді ашып, оның шешу жолын ұсынамыз, және ол тиісті жерге жетеді деген үміттеміз. Бізде келесі жылға дейін уақыт бар. Бұл шешім өзгерістер 2026 жылдан бастап күшіне енеді деген болжам бар. Оған дейін талқылау жүргізіледі деді. Қатарымызға қосылған Жұмагүл Шырынбекова бар. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Жұмагүл ханым, біз сізді естімей тұрмыз. Сәлеметсіз бе? Жұмагүл ханым? Міне, енді дауысыңызды естідік. Сәлеметсіз бе? Жалпы мына жеке білімге мемлекеттік қолдау шектеледі деген ұсынысқа қалай қарайсыз? Дұрыс па, бұрыс па? Бұрыс деп ойлаймын. Негізінде біздердің де мектептеріміз ашылғанына, мұрагер мектебінің ашылғанына осы 2024-тің 2-ші тоқсаннан бастап ашқанбыз біздер. 4-ші қарашадан бастап. Осы күнге дейін біздер жалақыға ілінбей отырмыз. Қазіргі таңда бізде 44 мұғалім жұмыс жасайды, оның 14-і жас маман, 2 күзетшіміз бар, 6 асханада аспазшы қызметкеріміз бар, 3 еден жуушымыз бар біздің. Осының барлығы 500 біздің мектептің оқушы орны 500 оқушыға арналған қазіргі таңда. Бірақ қазіргі таңда бізде оқып жатқан оқушы 237 оқушы бар. 1-ші сынып пен 8-ші сыныптың арасында. Біздер осы күнге дейін 2 айды және құрылтайшы Мариям апайдың, Ералиева Мария апайдың өзі шешіп берді. Шешкенде ол кісілер кредит алып бізге жалақы берді, жалпы мұғалімдерге. Енді қаңтар айынан бастап біздің мұғалімдеріміздің ешқайсысы жалақы алмай отыр. Біздер енді ол кісілерге сабыр сақтаңыздар деп осы оқу жылын аяқтайық деп отырмыз. Бірақ дегенмен де жас отбасында жұмыс істеп жатқан 14 жас маманымыз бар. Өте қиын жағдайда отырмыз. Оқу ағарту министрлігі дәл осы мәселеге қатысты бұл жергілікті органдардың салғырттығынан деп жауап берген еді. Яғни қаржыны уақытылы бөлмей отырған жергілікті әкімдіктер деген. Сіздер Түркістан облысы бойынша сол хабарластыңыздар ма? Жауабын білдіңіз бе? Иә. Не деді? Біздер осы
осы Түркістан облысының әкімі келген кезде тікелей құрылтайшымыз Ерализа Мария апайымыз алдына кірді. Сіздерге осы ол кісі келді сәуір айында, сол кезде жәндегі сіздерге қаралады, бөлінеді деп жауап берді. Кейін департаментке барған кезімізде ол кісілер жәндегі ертең бөлеміз, арғыны бөлеміз деп бөлмей жатыр, осы күнге дейін созбалақтап келіп жатыр. Неше рет Түркістанға барып келіп жатырмыз біздер. Түсінікті. Иә, бұл Түркістан облысында ғана емес, жалпы еліміз бойынша бар жағдай. Білімше тіпті мұнайлы өлке Атырауда да тура осы жағдай ол жақта. Ақпан айын берген жоқ әлі. Иә, ол жақта да ақпан, наурыз, сәуір айына. Әлімгешікті жеке меншік мектеп әлде. Бұл жерде мынандай нәрсе де, біз жеке меншік мектептерге, жеке білім саласына инвестиция салыңдар деген мәселе 2017-тен бастап мемлекеттен насихаттала бастады, 2019-дан бастап мемлекет. Бұл қоғамда кәсіпкерлерде білім саласына инвестиция салатын көзқарас қалыптастырмаған айтып отыр. Біздің Келес ауданында Мәрия Ханымбек, солар инвестиция салатын адамдар қалыптасты. Енді биылғы оқу жылында мысалы 20-дан астам мектеп жабылып болды. О жылдың оқу жылының ішінде 20 мектеп, 20-дан астам ел бойынша. Ал енді биыл жазда менің көзқарасымда кемінде 50-55 мектеп жабылады. Қосымша Тағы. Себебі бағанағы қаржының кешігуі мысалы айтады, қаңтар айынан бері қарай айлық алған жоқ деп. Мысалы біз енді шүкір ақпан айын бағанағында өзіміздің кредитімізбен, басқа немемізбен ақпан айын, наурыз айының жалақысын жауып отырсақ та, сәуір айының жалақысын әлі жауып болмадық деген сияқты. Енді бұл жерден кадр кету мәселесі, кадр кеткеннен кейін мектептің жабылу мәселесі туындайды. Бұл елімізде қалыптасқан білім саласына инвестиция салу деген көзқарасты құртайын деп отыр. Жұрт тағы да ресторан ашады, түнгі клуб ашады. Бізге ғылымға, білімге инвестиция салатын көзқарасты кәдімгі министрлік ынталандырып алып келді да, кәдімгідей салып алғаннан кейін қолдан банкроттық жағдайға келіп жатыр. Әлемнің дамыған елдері білім саласына негізінен өте көп инвестиция салады және жалпы ішкі өнімнің көп бөлігін білімге жұмсайтын жеріміз. Мысалы, біздің елімізде қарайтын болсақ, мемлекеттің жалпы ішкі өнімнен білім саласына бөлген үлесі 2020 жылдан бері артып келеді. Ұлттық статистика бюросының мәліметінше 2020 жылы 4,35% болса, 2021 жылы шамамен 5%-ға дейін артқан, 2022 жылы 5,47%-ға жеткен және 2023 жылы 6%-ға артты. Ал 2024-2025 жылдары бұл үлес 7%-ға дейін жетеді деген болжам бар еді. Егер дәл осы шектеулер енгізілсе, сіз айтқандай мәселелер туындайтын болса, жалпы ішкі өнімдегі үлес бұл жерде салаға көмектесе ала ма? Жоқ, бұл жерде мынандай нәрседе, пайыз артып жатыр ғой. Біз мына нәрсені қарайық. 2020 жылы бізде неше мектеп болды, оқушының саны неше болды? Демографиялық бум келе жатқан ойлайық біз. Әлі алда. Қазір бізде биыл 3.950.000 бала, яғни 4 миллионға жуық бала. Алдағы жылы 4,1 миллион болады. Алдағы 5 жылда біздің оқушының саны 5 миллионға шығады. Пайыз артып жатыр, бюджет артып жатыр. Бірақ баланың саны соған сәйкес артып жатыр ғой. Соны ойлауымыз керек. Заңдық тұрғыдан алатын болсақ, бұл жерде енді сіз бағана өз сөзіңізде конвенцияларға қарсы дедіңіз және жеке мектеп иелері сотқа да бере алады дегенді айттыңыз. Ал енді мысалы жеке меншік мектептер шектеулер енгізілгеннен кейін жалақы төлемақыны арттыратын болса, ата-ана не істей алады? Ата-ана әр жыл сайын олар келісімшартқа отырады, сонда неге келісімге келіспесе, ол мектептен, жеке мектептен кету құқығы бар, басқа амал жоқ. Басқа амал жоқ, өйткені. Басқа амал жоқ. И осында бір нәрсені айту керек, шында да қазір инвесторлар қазір өз мезгілде шақырды, мемлекет ол қосылды, құйды, ғимарат салды, кредит алды. Енді қазір осында шешімге оқуға шешімге қабылдап, қаражатын қысқартқаннан қазір инвесторлар кетеді осы саладан. Кетті қазір? Кетіп жатыр, ал 2 жылдан кейін қыз айтып тұрсыз ғой, қосымша балалар келген кезде бәрі нагрузка мемлекеттік мектепке болады. Көрдіңіз ба? Бұл жағдайда тағы да 2-3 ауысымдық мектептер саны артып. Соны айтып тұрмын, сол үшін осы шешімді қабылдар алдында мен сондай сарказм ұсыныстар ұсынайын тұрмын оқу ағарту министрлігіне. Біріншіден, ол
осы 3-4 маусымды рұқсат беру. Сосын академик сағатында 45 минуттан 15 минутке қысқартылсын. Өткені 4-ші смена түнде бітпесін, кішкене кешке Ертерек. Қазірде бар ондай мектептер. Сосын сатып алған дипломдарын заңдастырсын. Кадр жетіспейді. Кадр жетпей, сондықтан бүгін қазір тауып жүрген бар ғой, Шымкентте бұл заңдастырсын. Осындай кез келген адамдар даладан келе берсін, жеке мектептерге сабақ бере берсін. Осылай болсын. Сонда не болады? Арзанға жұмыс істейді дегені ғой. Дипломы сәйкес емес, адам арзанға жұмыс істейді. Тырнақшада білім саласы көкейді дейсіз ғой. Сосын оны қазір 83-ші бапта құқық бұзушылық кодексте не бар, жазау бар. Егер уақытылы төлемесең жалақыны, айыппұл салады директорге. Жедік биыл. Онда жойылсын осы норма. Өйткені құрылтайшыларда ақша сында да жетпейді, жеткілікті емес ол. Сондықтан мына норманы алып тастау керек. Көрдіңіз ба? Ол осындай... Мысалы, бұл жерде мынандай нәрседе, қазір биыл 11-ші сыныпта 186 мың бала бітіреді. 11-ші сыныпта. 7-ші сыныпта 410 мың бала бітіреді. Сіз ойланайық, біз... 3 есе көп дейсіз ғой. Біз олар қазір 7-ші сыныпқа келді, бумның балалары. 7-ші сыныпта 410 мың бала бітіреді елде. Ал 11-ші сыныпта 186 мың бала бітіреді. Енді олар келесі жыл 8, 9, 10, 11 болған кезде бізде 4,5 миллион, 5 миллион бала мектепке келеді. Біз қалай жауап береміз? Ертең пандемияның тұсындағы бумға қалай жауап береміз? Біз мысалы жайлы мектептің өзі алғашқы жобасында 1000 мектеп болды. Кейін 800 мектеп болды, оны сіздерде талқыладыңыздар ғой. Кейін 459 мектеп болды, қазір 359-ға түсті. Ең соңында 201 бәлеге түсіп кетті. Бүгінгі қуып шығарған инвесторлар ертең 2 жылдан кейін қалай оларды шақыртады қайтадан? Осы бизнес саласы. Сенімді жоғалтады дейсіз ғой. Сенімді жоғалтады. Біздің көрермендеріміз не дейді екен, жекеменшік мектептерді қазынадан қаржыландыруды шектеу қажет пе деген сұрақ жолдағанбыз. 56% мемлекеттік қаржы тек көпшілікке қолжетімді білімге жұмсалу керек депті. 31% жоқ, сапалы білім беріп отырған мектептерді қолдау қажет дейді. 12% ішінара төлем ақысы төмен, білім сапасы жоғарыларын ғана қаржыландыруға болады деген екен. Өз пікірін білдіріп жатқан көрермендеріміз бар. Жекеменшік оқу орындарының барлығы мықты деп айта алмаймын, үнемі бақылап қадағалау қажет. Өйткені білім инемен құдық қазғандай күрделі, тіптен мемлекеттік оқу орындарында үнемі қадағалау керек дейді. Тағы бір көрерменіміз, жекеменшік болса қаржыны толықтай өзі қамтамасыз ету керек қой, мемлекеттен қаржыландыру болса қай жері жекеменшік, одан да мемлекеттік мектеп ете салу қажет дейді. Енді бұл жерде әрине көрермендеріміз пікірі әртүрлі ғой. Бұл жерде мынандай нәрседе көрермендер ойлану керек. Мысалы, бізде медицинаның қанша пайызын сырттан субсидиялаймыз, ауыл шаруашылығын қаншалық субсидиялаймыз, осы мәселелердің барлығын ата-ана ретінде біз білмейміз. Өнеркәсіпті қаншалық субсидиялаймыз. Білім ордасының ішіндегі арғы жақтағы болып жатқан осы қаржыландыру мәселелері, сіз қандай жағына төлеп жатырсыз? Мысалы, қазір мен біліп отырмын, мемлекет тарапынан сіздердің жалақыларыңызды кадрларыңызға төлемейтінін мен қазір естіп отырмын. Сол сияқты ата-ананың қаншама пайызы, 99% да одан ақпарсыз ғой. Біз келісімшартқа сізбен отыруға барған кезде ол мәселенің бәрін сіз айтып ата-анамен таныстырып отырмайсыз ғой. Сіз бір баланы алсаңыз толық ақшасын төлейсіз, мысалы айына 100 мың теңге деген сияқты. Екінші балаңызға 10% жеңілдігі бар деген сияқты. Әр ненің өзінің талап ережесі бар. Ата-ана бұл жағын біле бермейді. Енді не істеу керек? Біз сырт жағынан мемлекет тарапынан қаржыландыру жекеменшік мектептерге бөлінбесе, көмектеспесін. Неге? Себебі сапалы білім берем деген жекеменшікті басқарып отырған басшы бір жүйеге келеді. Сапалы жекеменшіктер қалады. Сапалы жекеменшік. Кадрлары да сапалы болады. Ақшаның артынан қуып жүйесі жоқ, сапасы, білім сапасы да ол жағда қарастырылмаған. Жабылады. Төрт ауысымдық мектепте қалай сапа болады? Бәсекеде мықтылар ғана қалады деп тұрсыз ғой. Қараңызшы, біз бағанағы қымбат мектептерге керек, бізде бұл тілдік мәселе туындайды. Бағанағы қымбат мектептің біреусі не қазақ тілінде емес, не мемлекеттік тілде емес. Олар ағылшын және орыс тіліндегі мектептер. Сол қымбат мектептер қалады. 13 миллион теңгеге дейінгі. Бәрі қазақ тілін қысқырып қарамайтын мектептер. Солар қалады. Біз қазақ қоғамы тағы да 2 ауысымды мектепте, 3 ауысымды мектепте қазақтар оқи берсін.
өзге тілді оқытатындар оқытсын дейтін жағдайға келеді. Олар көбісі шетелге дайындалады. Шетелге дайындайды. Біз адами ресурсымызды ар жаққа дайындап беріп жатырмыз. Біз ойланатын жағдай. Біз, мысалы мен айтамын, егер біз шынайы білім сапасы, мысалы, қазір сіз білім саласын қозғап жүрсіз ғой, мысалы, білесіз, білім саласында қай ел жоғары? Финляндия, Эстония, Сингапур, Жапония, төртеуінде де атаған мектеп, мемлекеттің төртеуінде де мектеп 2 ауысымды десең, сонда қалай деп таңғалады. 2 ауысымды десеңіз таңғалады. Ал бізде мемлекетте мектеп 3 ауысымды. Бір сыныпта, мысалы, Финляндияларда қанша бала отыр? Бізде қанша бала отыр? Біз негізі ойлануымыз керек. Біз егер, мысалы, біз бағанағы, мысалы, мен мектептерінде жылда 96-97% мемлекеттік грант иегері атанады. Неге? Өйткені бала таңертеңнен кешіп қанша сонда, сол жерде білім алады. Неге? Біз ойланайық. Оқу ақысы қанша сіздерде? Мысалы, бізде ең арзан өңірде жылдық оқу ақысы 720 мың теңге. Бұның ішіне түскі тамағы да кіреді, киімі де кіреді, кітабы да кіреді, негізгі сабақ қосымшасы. Ең қымбаты 1.890 мың теңге жылдық ақысы. Бірақ сіз сол мемлекетті қаржыландыруға десе де ілініп тұрсыз ғой. Өйткені 2,5 миллион теңгеден жоғары төлем ақылар алатын ендес көтеріліп жатыр. Ертең менің ғимаратымның арендасын көтереді, мысалы, ендеске байланысты. Енді мен шығамын ана шектен. Өйткені, мысалы, жоба жасаған кезде сен қарайсың, 16% ендес қосатын болса, мен қазір аренда төлеп отырғаныма 16% қосылса, мен де бағанағы 16% қоссам, бәрібір мен сол күнге келемін. Яғни тек қана шығынға жұмыс істеуге тура келеді. Шығынға жұмыс істеуге. Бұл банкроттық қой. Орыс тіліндегі дневной форматта талқыланады. Өкінішке орай бізге берген уақыт аяқталды. Сондықтан құрметті көрермендер, белсенділік танытқандарыңызға, ой пікір білдіргендеріңізге алғысымды білдірем. Және бүгінгі студияға келгендеріңізге, ашық пікір білдіргендеріңізге, ұсыныстарыңызды айтқандарыңызға көп рахмет. Атамекен бизнес арнасы қосулы болсын. Амандықта, жағымды жаңалықтармен жүздесейік.